Қыздар, егер блиныларыңыз дұрыс шықпай жүрсе, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Первый блин комом деп бос қайтады екен дейсіздер, прям күшті шығады, идеальный, прям қамыры барлығы ыстық шаймен, вареньемен күшті кетеді. Енді жасап көріңіздер. Алдымен видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып кету сіздерге оңай, алмаған приятно. В общем, давайте кеттік. 1 стакан ұнға 1,5 стакан сүтті қосып жақсылап тұрып осы араластырып аламыз. Ұнға сүт қосқанын естеп таңғалып қалмаңыздар. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз без комочков әдемі болып шығады. Яғни 1,5 стакан сүтті қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін 2 жұмыртқаны басқа ыдысқа жарып, үстінен қасықтың ұшымен тұз, 1 шай қасық қант қосамыз да жақсылап араластырамыз. Қантты көп қосудың қажеті жоқ. Егерде қанты көп болса, онда блинымыздың түрі қап-қара болып, күйіп, әдемі болып шықпайды. Яғни жұмыртқаны осылайша араластырып алып, оны негізгі массаға құямыз. Жақсылап бір араластырып алғаннан кейін қайнап тұрған ыстық судан жарты стакан аламыз да осы массаға міндетті түрде құйып жібереміз. Сол кезде сіздердің блиныларыңыз тесік-тесік әдемі болып шығады. Тесік-тесік блинылардың бір құпиясы, яғни осы дайын болған массаны 10-15 минутқа шетке ысырып қоя тұрамыз. Дайын болған массамызға жарты ожау сұйық май қосып, тағы да бір араластырып жібереміз. Байқап отырсаңыздар, мінекей біздің тестамыз өте әдемі, жып-жылтыр, ешқандай комочки ештеме жоқ. Енді бұл бізде дайын болды. Блинницамызды қыздырып, пісіріп бастаймыз. Мінекей пісу барысында осындай тесіктері пайда болады өзі. Осылайша блинымыздың барлығын біртіндеп пісіріп аламыз. Өте нәзік әрі дәмді блиныларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Парақшама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып мені қолдап кетіңіз. Парақшамдағы түрлі рецепттер сіздерге пайдалы болары анық. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыз, асыңыз дәмді болсын.